Мен Өртөтөбе ауылының орта мектебінің жетекшісі Межитова Сапиет Бекмырзақызы. Өзім Өртөтөбе ауыл мектебін ақында көп игі заттар айтпаға сүйемін. Өртөтөбе ауыл мектебі яңы салынған 2021 жыл. Біз бұл школа мектепке көшіп, бек игі заттарға соқланып тұрамыз. Неге десе біздің балалар көп игі заттар алады мында. Тігіп үйренеділер, 3D моделированиемен өздерінің программаларын салады. Мен сүйінемін, балаларға яраған зат маған да бек керекті затты. Коллективім ақында айтқым келеді, бек үстімлі, көрнеклі, құллықшы үштілер ішлейді мында. Өздерінің құллықтарын көрсетеділер. Конкурсларда, фестивальдарда, урокларында мен сенемін, шушы коллектив бізді әрдайымда игі іслерді. Өртөтөбе ауылынан бек игі адамдар шыққан. Мурат Авезов, Гүлназ Теркеева, Келдәлі Абдылакимов, Кадрия Темирболатова бізде школада оққан көп адамдар. Сондай істімлі адамдар өстіреріміз деп сенемін. Мектепте көп көрінісілер, қонақлар болады бізде көп. Бізде ТВ достар уже екінші жолы келіп тұрлар. Біз сүйінеміз, что bizim ноғай тілімізге көп мәнелі берілгенге, балаларымыз орыс тілге сөйлегенге көбісінше таппайтаны қалай етпей болады екен, что олардың ноғай тіліменен үйретпеге, заинтересовать етпеге деп әлі бізге ТВ достар да көп мәнелі проектлар, программалар етеділер. Еңді игі программасы бізге биыл ярады. Ертегілер bizim оқушылар қатынастылар, өздерін өнерлерін көрсеттілер. Шавгараев Ибрагимге берген күрішке бізге бек ярады. ТВ достардан біз сенеміз, Ибрагим бізді көтерер, подвайт етпес бізді деп. Ем юраймын ТВ достарға әрдайымда шыны игі проектлар етіп тұрсындар. Біз дайымда сізіменен ТВ достарға процветание, көп игі проектлар, программалар жораймыз. Мен Көкенеева Мария Гайтаровна оқытушы кеспісін 1973 ел байырлағанмын. Ең басты құллығымды Шүмлөлік мектебінде, соңында үй салғанда Қарағаста 1988 елдан алып Өртөтөбе мектебінде ішлеймін. Бұл ыспайы екі шарлақлы мектепке біз 2019 ел көшкеміз. 3 жылдың ішінде bizim оқытушылар, балалар көп құллықлар етеділер, бөтен де ярасықландыруға шушы мектепті. Сосы ішлеген жылларымда мен көплеген оқушыларды шығардым. Олардың бәрі де ян-яқта, түрлі тармақларда істейділер. Докторлар, оқытушылар, бухгалтерлар, сондай басқалар. Келеятқан 2023 яңы жылында бәріне де денсаулық, емішлік, істейтаған іс жолдастарыма үстінліктер yorayman. Сізге достар телевидениядың көбіне yorayman программаңызда келеекті бүтінді көп проектлар, яңылықлар болсын, мұратларыңыз толсын. Достар ТВ. Мен Құлтаева Зульфия, шушы Өртөтөбе школасында завхоз болып ішлеймін. 13 жылдан алып, шушы школаға біз көшпеге көп шалыстық, көп қарадық. Бүгінгі күндерде біз күйөзленіп тұрамыз, шушы яңы школамыз бар. Бізде техперсоналар, яслар әлі бәрі де көмекке шалысадылар. Азеленениеге неге. Бүгінде әлі бізге қонаққа келіп тұры достар ТВ. Біз бек разымыз оларға да шу программада ашқанға ем көп мақтанамыз. Шушы ноғай халқымыз бан. Бәріңізге де шушы келе атырған яңы еліңіз бан. Денсаулық, икон нәсіп, емішлік. Ассаламу алейкум, айолы ноғай халқым. Мен Көкенеев Рустам. Өртөтөбинский школада учитель ОБЖ болып ішлеймін. Школьный психолог по совместительству. Бүгін бізге қонаққа достар ТВ келді. Сондай возможность қарсы келгеннен соң бір-екі ауыз сөз айтқым келеді. Келе атырған яңы жылыңызбен бәріңізді. Озып кеткен жыл тыныш деп айтып болмаймын. Но біз ноғайлар көп қиындық көрген халық, біз бәрі тышыдарымыз, есе біз бірші болсақ. Бәріңізге де бір тілек айтқым келеді. Өзіңіз көріп тұрсыз, әлгі дүнияда бек көп источник информация бар. Сол көрі ынанмай ярайды, өзіңіз білетаған адамға надежный источникка. Достар ТВ
на протяжении уже определенного времени көрсетті өзін bizim ноғай кеділер, бек ару телевидение и бек достоверный хабар айтады. Сол көрі жазылыңыз, қосылыңыз. Біз ноғайлар тыпақ болып бірше болмасақ, біз көп халықту, бізге это жизненно важная задача. Барыңызға да яқшылық көреймін, аман тұрыңыз, нәсіплі болыңыз. Яңғы ел келе тұрсы, яңғы ел мен сізді құтылаймын, денсаулық көреймін, нәсіп. Оннан да көп түрлі телеберулер Достар ТВ каналда. Yazılamız, қараймыз.